Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, yaxshilar. Sizlar жұмыстарымыз davom etib жатырды, do'stlar. Bilmaganlar, жаңадан qo'shilganlar uchun бұл үлкен проект емес. Qanday бұл үлкен проект deb so'rab жатыпты? Үлкен проект емес. Бұл екі үйге, екі шаңыраққа салынып отырған екі жай бұл. Қазір түсіп жатыпты, талаушылар түсіріп жатырмыз. Баса-бас көз тимесін, Құдайға шүкір, Аллаға мың қатлы шүкір, Аллаға аңсат. Сондай материалдық сатыларымыз таласпаққа алынып жатырды. Темір ескілер таяр, бітті, алды. Ішкі бір жайымыздың ішкі 4 есігі таяр, екінші жайымыздың 4 есігі керек. Алып қалсаңыз болады. Кенен үлес қосуға қандай? Плита менен сабан бар. Үлес қосып қалсаңыз болады. Плита менен сабаннан. Қолтақтайдан үлес қосып қалсаңыз болады. Іште обой люстраларына дейін алды, бөлісіп мен аламан деп таласып отырды. Алла разы болсын, қуанышлы күндеріңізден осындай айырмасын. Жұмысымыз сөйте, Құдайға шүкір, жеңіл болып жатыпты. Қараң кенен ламинанттан жәрдем берсе болады. Потом перилалар, лестницаларымызға перила істеп берсе болады. Арқа темір цехлары, арқа екі есігіміздің жоғарына навес істеп берсе болады. Көп үлес қосаман деп қалаушылар болса, елі көп сатылар. Кілем бар, телевизор, және басқалар, бытовой техникалар, холодильник, үлес қосып. Жайға не керек? 0 деп есептейміз. Себебі таза жайымызға ескі затларды алып кірмейміз. Достар, үлес қосудан имканияты барларға айтып қалар едім. Бұндай имканияттарды қолдан жібермең. Бұл әрдайымда бола бермейді. Бұл Рамазан айында басанды кеше. Бұндай имканиятты әрдайымда таба бермейміз. Ғанимет білеміз бұл күндерді. Қараң, осындай имканияттар алдыңызға ұсынып беріліп тұрған уақытта пайдаланып қалың. Ешқашан қызғаншақтық қылмаң, достар. Аллаға берсеңіз жақсысынан, мол-молынан берің. Есесін 10 есе көп етіп алыңыз. Саламат болыңдар.